Сәлем достар, бүгін біз өте керемет дәмді фисташка клубника тортын дайындаймыз. Ең алдымен клубникадан конфи дайындаймыз. Себебі оны жақсылап мұздату керекпіз. Ол үшін бізге желатин қажет болады. Менде дайын бұқтырылған желатин, яғни желатинімізге мұздай суды құйып 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Отқа қоятын ыдысымызға клубникамызды саламыз. Менде мұздатылған клубника, құмшекерімізді салып, жай отқа қоямыз. Кішкене клубникаларымыз ери бастаған кезде блендердің көмегімен пюре жасап аламыз. Сонан соң ішінде құмшекері толығымен еріп кеткенше отта ұстаймыз. Сонан соң бері қарай шығарып, кішкене суытып, желатинімізді саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Желатиніміз толығымен ішінде еріп кеткенін күтеміз. Осындай формаға, екі формаға құямыз. Егер сіздерде бұндай форма болмаса, бір формаға кезектесіп құюға болады. Менің формам диаметрі 18 см. Конфиіміз дайын болғанша бисквит дайындап аламыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Жұмыртқамыздың ақуызын ыдысымызға салып, үстінен бір шымшым тұз салып, жақсылап миксерлей бастаймыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, кішкене ақ көбік пайда болып, үлкейгенше миксерлейміз. Сонан соң құмшекеріміздің жарты бөлігін салып, жақсылап миксерлейміз, яғни миксердің жылдамдығын көбейтеміз, барынша көбейтіп, аппақ өзін ұстап тұратын форма болғанша, яғни көбік болғанша миксерлейміз. Ыдысымызды төңкерсек, ақуызымыз жерге түспейтіндей масса болған кезде миксерлеуді доғарамыз. Сарыуызға құмшекер салып, массасы ағарып, көлемі ұлғайғанша миксерлейміз. Сол венчикті жумай миксерлей берсеңіздер болады. Сарыуызымыз ағарды, көлемі ұлғайды. Енді оған сүтімізді және фисташка пастамызды саламыз. Жасыл түс беру үшін 1-2 тамшы жасыл бояғыштан қосамыз. Барлығын араластырып аламыз. Сонан соң еріген бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да бір рет жақсылап араластырамыз. Осы массамызды ақуызға қосамыз және 2 этапқа бөліп, ұн мен қопсытқышымызды електен өткізіп саламыз. Абайлап лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Қамырымызды шектен көп араластыруға болмайды. Себебі ақуызымыз өзінің формасын жоғалтып алуы мүмкін. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ол осындай воздушный болып шығады. Енді формамызды дайындаймыз. Мен кольцоға фольга төсеп форма жасап алдым. Формамның диаметрі 20 см. Барлық қамырымызды осы формамызға құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40 минут пісіріп аламыз. Дайын болған бисквитті міндетті түрде зубочисткамен тексеріп көріңіздер. Дайын болған бисквитімізді жақсылап суытамыз. Суыған соң осындай 3 бөлікке бөлеміз. Мені қараңыздар, өте әдемі пористый бисквиттер шықты. Мен бетіндегі верхушкасын алып тастадым. Крем дайындау үшін бізге 250 грамм сыр, 500 мл мұздай сливки, 33%, 100 грамм ақ шоколад және 100 грамм қант ұнтағы қажет. Ең алдымен ақ шоколадты микротолқынды пеште 10 секунд сайын араластыра отырып ертіп аламыз. Кішкене суытып қоямыз. Сонан соң сыр мен қант ұнтағын араластырамыз. 1 минут араластырсаңыз жетеді. Жай ғана бір текті масса шықса болғаны. Суыған ақ шоколадымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз.
мұздай сливкиімізді жақсылап миксерлейміз, яғни миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап жайлап жылдамдығын ұлғайта отырып тығыз масса шыққанша миксерлейміз. Сонан соң сливкиімізге творожный массаны жайлап сала отырып тағы да миксердің ең төмен жылдамдығымен жай ғана араластырамыз. Креміміз дайын, ол осындай өте нәзік болып шығады. Тортымызды жинауға кірісеміз, коржымызды қойып, аздап кремнен жағамыз. Сонан соң барлық шетін тегістеп аламыз. Мұздатқышта тұрған конфиімізді ортасына қойып, шетіне қайтадан кремнен бортик жасаймыз. Аздап кремнен жағып тегістейміз. Келесі коржымызды қоямыз. Және барлығын тура жаңадегідей жасап шығамыз. Қайтадан крем, конфи, бортигін жасаймыз. Және ең соңынан коржбен бетін жабамыз. Қалған кремімізді тортымыздың бетіне және жан-жағына жақсылап жағып тегістеп шығамыз. Тортымызды тегістеп болған соң бисквиттің верхушкасын алып қалған болатынбыз. Соны блендерде майдалап өткізіп, торттың жан-жағына сеуіп шықсаңыздар болады. Бірақ мен детский торт болғандықтан олай жасамаймын. Ақ шоколад пен сливкиден патёки жасаймыз. Екеуін өзара араластырып, микротолқынды пеште әр 10 секунд сайын араластыра отырып, ертіп аламыз. Сонан соң 1-2 тамшы бояғыштан қосамыз. Жақсылап барлығын араластырып, осы шоколадный массамызды 28 градусқа дейін суытуымыз қажет. Бірінші кезде сіздерге бұл қою болып көрінуі мүмкін, бірақ ешқандай қою емес. Дәл осы рецептпен жасағандарыңыз дұрыс. Міне 28 градус болды. Енді шоколадный массамызды қалташаға құйып аламыз. Мұздатылған тортымыздың шет-шетінен бастап патёки жасап құямыз. Тура видеодағыдай жасайсыздар. Қалташамыздың бас жағын кесіп алуды ұмытпаңыздар. Тортты өз қалауымыз бойынша сәндесек болады. Мен осындай безелермен және мастикадан жасалған осындай ойыншықтармен сәндедім. Достар, өте нәзік, әдемі, иісі деген керемет фисташка клубника тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Маралмен бірге болып, видеоның ақырына шейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламат болыңыздар.